Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шпажкіде тауықтан жасалынатын шашлык дайындаймыз. Керек заттардың бәрін видеоның астында көрсеттім. Ең алдымен филені 4 бұрышты етіп, үлкенірек бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін ыдысымызға саламыз. Татымына қарай бұрыш қосамыз, паприка қосамыз, тауыққа арналған приправа қосамыз. Одан кейін чеснок қосамыз. Мен приправа түріндегі чеснокты қолдандым, яғни ұсақ түрін. Сіздер 1-2 тіше үккіштен өткізіп қолдансаңыздар болады. Одан кейін татымына қарай тұз қосамыз, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бетін салафанмен жауып, 1 сағатқа мариновкаға қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін кабачкиді алып 4 бұрышты бөліктерге кесіп аламыз. Одан кейін шпажкіге видеодағыдай бірінші кабачкиді, одан кейін тауықты, қайтадан кабачки, тауық, одан кейін черри помидорын тізіп, орналастырып шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін видеода тағы 1-2 рет көрсеттім. Одан кейін противенге пергамент төсеп, барлық шашлыкты орналастырып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің шашлыктарымыз дайын. Дастарханға әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Дастарханға басқа тіске басарлардың қасына қойсаңыз, таптырмас идея. Барлықтарыңызға ас болсын.